Қандай үлкен дәрет кезінде біз шұғыл дәрігерге бару керекпіз? Немесе үлкен дәрет нормада қалай көрінеді? Бүгін презентацияда болады. Гастроэнтеролог Гүлайым Қарашашева менің атым. Енді презентацияны бастайық. Ең алдымен үлкен дәретті зерттегенде біз білеміз, жалпы анализдердің біріне ол К-программа жатқызылады. К-программа деген ол үлкен дәреттің құрамын зерттейтін әдіс болып табылады. Бірақ бұл әдіс негізгі әдіс емес, ол қосымша әдістердің бірі. Себебі К-программа ол бізде білеміз, ішінде құрамындағы непереваренная клетчатка, мыла, бактерия, дрожжи, солай бар ма жоқ па, сондай сипаттарға қараймын. Бірақ ол сипаттарға қарап біз кейбір диагноздарды, мысалы созылмалы панкреатит, яғни қосымша метод арқылы, яғни К-программа арқылы осындай хронический панкреатит болуы мүмкін деген сұрақ қойылады. Бірақ тек К-программаның өзгерісіне қарап біз созылмалы панкреатитті қоя алмаймыз. Сондықтан ол дополнительный, яғни қосымша әдіс болып табылады. Енді қандай түр үлкен дәрет қандай болу керек? Қалыпты да соны айтатын боламын. Қараңыздар, сізде оң жағыңызда шкала тұр. Шкала бізде бұл түріне қарай, яғни оның формасына қарай 7 типке бөлінген. Ол кәдімгідей медициналық бізде шкала. Сол типке байланысты біз көреміз, яғни ол ең қатты, яғни бірінші типтен бастап, ең жидкий, яғни сұйық түрдегі 7-ші типке дейінгі шкала болып табылады. Осы формасы бойынша идеальный үлкен дәрет ол 3 пен 4-ші тип болып табылады. Жиілігі бойынша күніне 3 реттен жиі болса, ол диарея болады. Ал аптасына 3 реттен сирек болса, ол ішқату белгісі болып табылады. Яғни жиілігі бойынша ол күніне 1 рет немесе 2 рет болса, это норма, это идеально. Енді түсі қандай болу керек? Түсі енді сарғыштан қоңыр аралығындағы түстер. Келесі слайдта мен фотосын көрсетемін. Қазір көрсетейін сразу. Міне. Яғни мына сарғыштан бастап, мына қызылға дейінгі вариант осы түстер, яғни нормада болатын түстер кездесетін. Ал егер басқа түс болса, яғни ақ, қара, немесе қызыл түс болса, яғни ол деген сөз бізде норма емес. Құрамында қан бөліндісі, шарыш, қорытылмаған тамақ болмауы тиіс. Егер ондай нәрселер болатын болса, біз міндетті түрде не істейміз? Дәрігерге барамыз, К-программа тапсырамыз, тағы да қосымша анализдер тапсырамыз. Мысалы, қорытылмаған тамақ деп айтайық, бірақ қорытылмаған тамақтың ішінде егер ол көкөніс пен жемістердің қабықтары болса, немесе семечкеде семяндар болса, это норма, бірақ одан басқасы ол норма емес. Енді үлкен дәретке бару ауырсынусыз болу керек, жеңіл, күшену жоқ болу керек. Үлкен дәретке барғаннан кейін ішектің толық босауы, шақыру, яғни позывы деп айтамыз, шақырудың жоғалуы. Осы қалыпты үлкен дәреттің сипатымен үлкен дәреттің қалай іске асуын білдіреді. Енді үлкен дәреттің түсіне кейбір дәрілер жеген тамағыңыздың өттің бөлінуі әсер етеді. Ал енді осы таблицаға қараймыз. Бұл таблицада Mayo Clinic деген сайт бар. Бұл Mayo деген танымал дүниежүзілік клиникалардың бірі, және олардың официальный сайтында осы таблица ағылшынша бар. Бұл орысша, яғни қандай түс, қандай жаңағы проблема болуы мүмкін, және де қандай тамақ немесе дәрілерден кейін осындай түс беруі мүмкін үлкен дәрет деген сұраққа жауап береді. Мысалы, жасыл түс болса, ол органдық зақымдалу кезінде, мысалы жасыл түс ол
толстый кишеш яғни тоқ ішектің тез жылжуынан ол көбінесе поноз кезінде диарея кезінде жылыншы яғни өт дұрыс ыдырауға үлгермегеннен кейін ол жасыл түс беруі мүмкін. Немесе екінші жағдай, ол егер сіз көбінесе жасыл түсті көк шалаң жесеңіздер, немесе жасыл түсті көкөністер жесеңіздер, немесе тамақта жасыл түсті пищевой краситель қосылған тамақ жесеңіздер, жасыл түсті үлкен дәрет алуыңыз мүмкін. Немесе светло-белый, яғни ақшыл түс. Енді сол ақшыл түсте ол органикалық патология кезінде, яғни өттің мүлдем түспеуі тоқ ішекке, ал тоқ ішекке өт дұрыс түспесе, яғни ол өт жолдарының бітелуі деген сөз. Негізі нормада өт бізге қалға және де зәрге түс береді. Сондықтан олар сол органдарға да жету керек, яғни тоқ ішекке және бүйрекке. Енді қараңыздар, қан арқылы, әрине. Ал басқа ақ түстің беруі ол дәрілерге де байланысты болуы мүмкін. Мен көріп отқандай субсалицилаттың висмута, яғни соның үлкен дозадағы дәрілерді ішсеңіз, сол кезде осы түс беруі мүмкін. Үшінші цвет ол мен ең танымал ол қара түсті айтқым келеді. Бірінші ол органикалық бұзылыс. Көбінесе егер ол ас қорыту жүйесінің мүшелеріндегі қан кетулері болатын болса, ал неге дәріге байланысты болса, ол темір препараттары, субсалицилат висмутта сондай түс беруі мүмкін, және черный салатқа осындай түс беруі мүмкін. Тағы да танымал ол активированный уголь, және де денол деген препарат. Тағы ең танымал емес, актуальный түс ол қызыл түс беретін. Қызыл түс тоже самое кровотечение, в основном это прямая кишка, яғни тік ішектен болса, ярко-красный, алый цвет болады. Және екінші ол момент, егер сіз свекла жесеңіз, немесе қызыл түсті беретін пищевой краситель қосылған тамақ жесеңіз, томатный сок, томатный суп, клюква дейді, көрдіңіз ба? Осыларды жесеңіздер, осы түс беруі мүмкін. Яғни бұл жерде ажырату диагностикасын жасату керек. Мысалы, егер сіз ешқандай проблема жоқ, ешқандай тоқ ішегіңізде ешқандай жаралар жоқ, язва, немесе қабыну жоқ, дәретіңіз нормально, аппетитіңіз жақсы, сап-сау жүрсіз, просто свекла жедіңіз, свекладан салат жедіңіз күні бойы, и туалетке барасыз, үлкен дәретіңіз қып-қызыл. Бұл тревоганы көтерудің қажеті жоқ, яғни бұл сізде сол свекланың краскасынан пайда болған калдың түрі. Бірақ егер сіз келесі күндерде осында қызыл түсті кал көрсеңіз, значит, что-то не то, и сіз свекланы тек бір күн іштіңіз, значит, сізге все-таки дәрігерге қоңырау шалу керек деген сөз. Тағы келесі нәрсе ол біздің үлкен дәретімізде шырыш болатын болса, егер шырыш болатын болса, қан бөлінулері болатын болса, примеси крови дейді, ол тоқ ішектің қабынуын көрсетеді. Міне тоқ ішек сіздің көріп тұрғандай, бізде міне асқазанның астында ұйқы без бар, мына жерде тағы ұйқы безден кейін еще бізде тоқ ішек бар. Сол тоқ ішектің бізде қабынуы, жарасы, колиттер болатын болса, ол осы шырыштар шығады калмен бірге, және де қан бөлінулері. Сол кезде шұғыл түрде сіздер дереу дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Өйткені ол өте серьезный признак. Сондықтан дереу дәрігерге барып фекальный кальпротектин, СРБ, общий анализ крови, капрограмма, колоноскопия өтуіңіз керек. Осы сіздермен болған Гүлайым Қарашашева, гастроэнтеролог, гепатолог, сіздерге маңызды ақпарат айттым деп үміттенемін. Сау болыңыздар.